қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазақ жазушысы, қоғам қайраткері Медеу Сәрсекенің туғанына 90 жыл толуына орай есімі еліне машһүр қаламгер атты шығармаларына бейнешолу ұсынамыз. Медеу Сәрсеке қазақ және кеңес жазушысы, драматург, публицист, қоғам қайраткері. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Қазақ ғылыми фантастикалық әдебиеттің негізін қалаушылардың бірі. Медеу Сәрсеке 40 жылдан астам уақыт Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың еңбектерін зерттеп, насихаттап жазған жазушылардың бірі. Қазақтың тұңғыш геологы Қаныш Сәтбаевтың өмір жолын жасалған еңбегі жайлы деректерді жылдар бойы жинап, оқырмандарға арнап кітабын жазып шығарды. Қуғындалған Сәтбаев кітабы 1994 жылы Алматы Шабыт баспасынан шыққан. Бұл кітапта автор Қаныш Сәтбаевтың кеңес дәуіріндегі ең алғаш қазақ ұлтынан шыққан геолог екенін және өмірдегі кездескен қиыншылықтары жайлы баяндаған. Семей қасіретті еңбегінде автор кеңес одағы тұсында Семей полигонында жүргізілген ядролық сынақтардың адам өміріне, табиғатқа, ұлттық болмысқа тигізген орны толмас зардаптарын жан-жақты баяндайды. Кітапта нақты деректер, куәгерлердің естеліктері мен ғалымдар мен қарапайым халықтың тағдыры арқылы полигон шындығы ашылады. Медеу Сәрсекенің шығармаларымен жақын танысуға кітапханаға шақырамыз.